ешқашан деп айтпа. Ата-анам ажырасқан кезде мен 8-ші сыныпта оқитынмын. Қарындасым 6 жаста болатын. Сол күн менің ешқашан жадымнан өшкен емес. Әкем мен анамның ажырасқалы жатқанын мен жақсы білдім. Ол кезде естияр баламын ғой. Анам да ештеңені жасырған жоқ. Әкеммен ажырасатынын жиі айтып жүргендіктен сол күннің бір күні келерін біз де білдік. Анам сотқа баратын күннің алдында, яғни түні бойы қарындасым екеумізге үйретіп шықты. Ерлі-зайыптылар ажырасып жатқан кезде араларында бала болса, 10 жасқа толған баланың да пікірі ескеріледі екен ғой. Сондықтан бізден де жауап алатынын алдын ала білген анам бізге де айтуымыз керектігін үйретіп, түнімен дайындаған болатын. Нақтысы маған үйретті. Ертеңінде сот болды. Ата-анамның ажырасу соты. Сол кезде менен кіммен қалғым келетінін және оған не себеп екенін сұраған кезде мен анамның түнімен құлағыма құйған сөздерін айттым. Әкемнің ішімдікке құмар адам екенін, мінезіне адам төзе алмайтынын, ашуланшақтығын, анамды күн сайын төмпештеп ұрып, қарындасым екеумізге күн бермейтінін айттым. Ол аздай өз жанымнан қосып, әкемнің үйге басқа әйелдерді ертіп келетінін айттым. Қысқасы, мен сотты ғана емес, барлық адамды, әкемді, өзімді алдадым. Анам үйреткен өтіріктерді бетім шімірікпестен қалай айттым екен деп қазір өз-өзімнен жиркенем. Қарындасым ол кезде кішкентай болғандықтан, әрі қыз баласы болғандықтан одан ешкім пікірін сұраған жоқ. Анаммен бірге қалдырды. Ал менен сұраған кезде мені өзімен қалдыру үшін анамның құрастырған өтіріктерімен барлығын сендірдім. Сол өтіріктерді айта бастағанда әкемнің көзі шарасынан шығардай болып қатты таңғалған еді. Мен сол кезде әкемнің көзіне қарауға ұялдым. Егер ол жаққа қарасам, жылап жіберердей болып тұрмын. Шын мәнінде әкемді жақсы көретінімді, олардың ажырасқандарын қаламайтынымды, әкемнің бауырына тығылуды қалап тұрсам да, анамнан қорыққандықтан олай істей алмадым. Шынында да менің әкем ондай адам емес. Әкемді жақсы көремін. Анама да ешқандай қиянат жасамаған, керісінше анамнан зардап шеккен әкем десем де болады. Әрине, анамды да жаман көрмеймін ғой. Ол мені өмірге әкелген адам. Тек қана анамның сондай бір мінездері бар. Баласы болсам да онысын қолдай алмаймын. Мүмкін әкемде қанша кешірімді болса да, балалары үшін төзіп келсе де, анамның қалауы сол болғандықтан басқа амалы қалмаған да шығар, кім білсін. Сонымен соттың бұйрығымен ата-анам заңды түрде ажырасты. Тұрып жатқан үйімізді де 4 бөлікке бөліп, бір бұрышы әкемнің иелігіне өткен болатын. Бірақ әкем костюмын бір иығына ілді де үйден шығып кетті. Кетіп бара жатқанында қимай қарап тұрған менің жаныма келіп, ұлым, мен сені түсінемін, ешқашан кінәламаймын, және мынаны да ешқашан есіңнен шығарма. Мен сендерді жанымнан артық жақсы көремін. Саған қазір айтпасам, кеш болуы мүмкін. Дәл қазір менімен бірге жүр. Сені бұл жерден алып кетейін. Егер осы жерде қалатын болсаң, өзіңе өзің қастық жасайсың. Сені алып кетсем, қарындасыңды да қасымызға аламыз, деді. Әкемді қаншалықты жақсы көріп тұрсам да, ол кезде анамнан қатты қорқатынмын. Анам көріп қоймасын деп, әкемнің құшағынан тыпыршып шығып кетуге ұмтылдым. Әттең, сол кезде жүрегімнің үніне құлақ салып, әкеммен бірге кеткенімде ғой. Анамның күмәнді ісін білсе де, қылмысын жасырып аяғаны үшін өзін құрбандыққа шалғаны әкемнің ерлігі деуге болатын шығар. Содан әкем үйден кеткен соң, біз анам қарындасымыз үшеуміз өмір сүріп жаттық. Арадан 6 ай өткен кезде үйге бір бөтен адам келді. Ол адамның не үшін келгенін, қандай мақсаты бар екенін ол кезде білген жоқпын. Бірақ әкеміз барда бейтаныс ер адамдар үйге келмейтін еді. Анам өзі бір жаққа барып келетін. Онда да ұрланып әкем жоқта баратын. Анам солай бір жаққа барып келгеннен соң ешқашан құр қол келмеген болатын. Қарындасым екеумізге әдемі киімдер, ойыншықтар, тәттілер алып келетін еді. Баламыз ғой, мұның барлығы қайдан келетінін, ақшаны анамыз қалай тауып жатқанын білмедік. Бірақ әкеме көрсетпеңдер деп дайындайтын еді анам. Солай кішкентайымыздан әкемізден көп нәрсені жасыруды, өтірік айтуды үйретті. Кішкентай қарындасыма дейін әкеміз келе жатса, ойнап отырған қуыршағын тыға қоятындай жағдайға жетті. Осының барлығын анам үйретпегенде, әкем екеуі тату-тәтті өмір сүргенде қазір басқаша болар еді ғой. Анам мен әкем осы нәрсеге бола түсінісе алмаған көрінеді. Әйтпесе әкем отбасын асырап, ел қатарлы жұмыс істеп жүрген болатын.
Ал анам мұндай бір сыдырғы өмірге көндіккісі келмеді. Мыс-мыс ақша ұстап көргісі келді қолына. Сөйтіп есірткі саудасы секілді күмәнді істермен айналысты. Мүмкін арадағы делдал болған шығар. Ол жағын анық айта алмаймын. Оның барлығын ата-анам ажырасып екеуі екі жаққа кеткен соң ғана біліп отырмын. Әйтпесе анама жетпей жатқан ештеңе жоқ еді. Әйел үшін отбасынан артық, балаларының әкесінен қасында болғанынан артық не бар? Бірақ менің анам соны түсінбеген сияқты. Сондықтан қолында бардың қадірін білмей, заңсыз жолмен ақша табуды таңдаған анамнан көңілім қалды. Әрине кезінде шалқып тасыған шығар, оңай келген ақшаның да аяусыз шашылатынын ескермеген шығар. Күйеусіз де күн көремін деп өзіне аса сенімді болғанын да білемін. Кәсібіне қарсы болған әкемнен ажырасқаны сол себептен. 1 жылдай жақсы өмір сүрдік. Барлығы болды бізде. Анам жеңіл ақшасының арқасында құлпырып, неше түрлі киімдерді киіп қыдырып жүрді. Бірақ бұның да нүктесі қойылар сәті болады екен. Анам ұсталды, кінәсі дәлелденіп темір тордың арғы жағына кетті. Анамның тар қапасқа түскенін мен ешкімге айта алмадым. Сыныптастарымнан ұялдым. Енді ғана мектеп табалдырығын аттап, әріп танып жүрген қарындасыма қиын болды бәрінен де. Анасын іздейді ғой, мен анамның орнын баса алмадым. Қатты жүнжіп кеттім. Сол кезде мен әкемді іздедім. Әкемнің кетер кезде қор боласың деген сөздерін енді есіме алдым. Анамның қандай екенін әкем барлығынан жақсы білген екен. Шынында да әкемсіз, анамсыз бізге қиын болды. Сол кезде мен ойлайтынмын, ешқашан анам секілді тез баюдың жолын таңдамаймын, әкем секілді барлығына көз жұмып қарай алмаймын деуші едім. Бірақ өмірдегі жағдайларды алдын ала болжап шешім шығаруға асықпаңыз. Тек қана осындай келеңсіз жағдайларға жолықпауды Алладан сұраңыз. Мүмкін дұрыс тәрбие көрмегендіктен ата-анадан бөлек көше тәрбиесімен өскен соң тағдырым солай болған шығар. Аш қалмау үшін, өмір сүру үшін қарындасымның менен өзге сүйенер адамы қалмағаны соң жұмыс істедім. Мектепті 9 сыныптан соң тастап кеттім. Адал жолмен еңбек етіп табыс табамын десем де, алдымнан көп кедергілер шыға берді. Жасымның 18-ге толмағаны бар. Мені жұмысқа алмады көп адам. Қатты ызалы болдым. Сол себептен ұрлыққа түстім. Оны мойындаған да ерлік. Мен өз қатемді түсіндім. Лайықты жазамды да алып шықтым. Қарындасым балалар үйінде өсті. Осының барлығы да менің арқалаған өте ауыр жүк болатын. Анамның қазір қайда екенін білмеймін. Әкемнің екінші отбасы бар. Әкемді қатты қызғанамын. Анама деген өкпем қара қазандай. Егер анам әкемнің бұйрығымен жүргенде қазіргі өмірім осылай болмас еді деп өкінем.